Ән естіген құлақта ерлікке шақырады, іркілген жүрекке жігердің жалында отын жағады. Бұл қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтан қалған сөз. Армысыз көрермен, эфирде Шырайлы шаһар бағдарламасы. Сіздермен бірге Серік Жұмабек. Шығарылымның бүгінгі санында Шәмші Қалдаяқов атындағы филармонияның жұмысымен және Шәмші әлемі аллеясымен танысатын боламыз. Шымкент қаласының орталығында орналасқан филармония тарихы 1960 жылдан басталады. Алғашында концерттік бірлестік деп аталды. Араға 6 жыл салып 1996 жылы 15 сәуірде Шәмші Қалдаяқов есімі берілген. Ал 2007 жылы ескі нысан бұзылып, 3 жылға жалғасқан құрылыс нәтижесінде қазіргідей заманауи өнер ошағы бой көтерді. Қазір мұнда 200-ден астам қызметкер бар. Бұл ғимараттың тарихы тым тереңде жатыр. Шырайлы шымғаламызбенен тығыз байланыста бөлінбейтін бөлшек сияқты. Біздегі қолдағы бар мәлімет бойынша 1896 жылы осы жерде үлкен ғимарат салынған. Көптеген жылдар бойы түрлі мекемелер осы жерді мекендеп қызмет етті. Тікелей филармониялық қозғалыс 1960 жылғы Қазақ Советтік Социалистік Республикалар одағы кезінде біздің облыста да ұйымдастырылды. Біз мақтан ете аламыз, сол дәуірде қазақтың ұлы композиторы Шәмші Қалдаяқов ағамыз осы ғимараттың ішінде қызмет жасап, шалқыма деп аталатын фольклорлық ансамбль ұйымдастырып, соған жетекшілік жасапты. Шәмші Қалдаяқов бүкіл түркі жұртына өзгеше сазымен, өміршең әнімен танылған ұлы композитор. Шырайлы шаһарда орналасқан филармония ұжымына бұл есімді абыроймен алып жүру асқан жауапкершілік. Тіпті алыс жақын шетелден келген туристер Шәмші атамыздың әндерін тыңдау үшін арнайы келетін көрінеді. Сондықтан да ұжым құрамы нағыз кәсіби мамандармен жасақталған. Шәмші туған өлкеденбіз. Шәмшінің бүкіл қазақ халқы әндерін жақсы көреді ғой. Енді филармониямызда Шәмші атында. Сондықтан да бұл жердің бір жақсы жері өнерпаздар өте көп. Ал енді шындығында осы жердің өзінде біз енді көшеден келген адамдарды алып келмейді. Бұл жерде арнайы консерватория, үлкен білім ордаларынан келген кәдімгі нотаны білетін әншілерімізде де музыканттарымыз, әрбір оркестрда отырған әрбір музыкант, ол бүкіл ғұмырын сол өнерге арнады. Сол нотаға арнады, музыкаға арнады. Сондықтан да мен ойлаймын, осы жердің өзінде біз бұлай филармония деп айтқанмен көргенде, мысалы, әрбір оркестрдің музыкантын бір өзінен жеке концерт істеуге болады. Бүкіл облысты, одан қала бері бүкіл республиканы аралап ұялмай біздің өнерпаздар, яғни өнерпаз емес, біздің өнер шеберлеріміз осындай деп мақтанатын филармония ұжымы. Қазақ ән қоржынына 300-ге жуық ән салған Шәмші Қалдаяқовқа өзге түгілі ағылшын қайраткері Роберт Файлер таңғалып, 300-ге жуық ән жазу ұлы ерлік. Сізге ескерткіш орнату керек деген екен. Міне, бұл ескерткіш Шәмші әлемі гүлзарында орнатылды. Ал мына сахна түрлі мерекелік кештерде ұлы сазгердің әндері әуелейтін қасиетті орын болып табылады. Шәмші әлемі аллеясы сазгердің 80 жылдық мерейтойы қарсаңында ашылған. Гүлзардың ортаңғы бөлігінде композитордың еңселі ескерткіші орнатылған. Қоладан құйылып, тұғыры граниттен қашалған өнер туындысының биіктігі 7 метр. Атақты сазгердің өмірі мен шығармашылығы туралы қала аумағында өтетін шаралардың дені осы жерде ұйымдастырылады. Шәмші аллеясында тарихы ол жер бұрын кеңес заманда көл болатын. Кейін тәуелсіздік алғаннан кейін Құжынаған базар болып кетті. Көлді қорғап жіберді, көлді базарға жіберді. Себебі 2006 жылы Шөкеев әкім болып келді Түркістан облысынан. Ана бұрынғы базардың иелерін ешқайсының сөзін тыңдамай бульдозермен сүріп тастады да, қазір керемет аллеясы. Неге сарайын сап қойды көрген шығарсыздар, иә. Қазір білесіздер, жалпы дамыған елдердің көпшілігі туризмнен ақша табады.
ол келген туристің барлық қажеттілігін өтеуіміз керек. Жалпы туризм болашақта біздің қаланың басты табыс көзіне айналатынына мен сенемін. Шымкент тұрғындар үшін бұл гүлзардың орны ерекше. Ертелгеш демалушылар мен серуендеушілер қатары сиреген емес. Олар сазгердің рухына тағзым етіп, ән әлемнің серкесіне құрмет көрсетуді жөн санайды. Ал әкімшілік тарапынан келушілерге әркез қолайлы жағдай жасалған. Бұл біздің саябақ осы жерге келушілердің, тұрғындардың, жастардың келіп демалатын орны. Біз бұл саябақтың тазалығын қамтамасыз етеміз. Бұл жерде біздің аллеямызда көптеген гүлдердің, талдардың көптеген түрлері бар. Солардың жағдайын жасап, дәрілеп, осы жерге келіп жатқан халықтардың жағдайын істеп, барынша сол кісілердің ырзашылығын алуға тырысамыз. Түсірілім тобының бүгінгі жұмыстары межелі уақытынан ертерек аяқталып жатыр. Сол себепті біз ән әлемінің ордасынан шығып, тағы бір өнер ошағына бас сұғуды жөн көрдік. Бұл Шымкент мемлекеттік циркі. Қош келдік. Жалпы аумағы 3 гектарды алып жатқан Шымкент цирк 2011 жылы тәуелсіздіктің 20 жылдығына 20 әлеуметтік нысан аясында ашылған. 1200 адамға арналған көрермен залы бар кешенде 200-ге жуық қызметкер жұмыс істейді. Олардың 70-ге жуығы артистер. Цирк бас аяғы 8 жыл ішінде әлемдік деңгейдегі көптеген байқауларда жеңімпаз атанып, марапатталған. Бастапқы ашылған кезде тәжірибе алмасу үшін, жаңа кішкене бағдар алу үшін сырттан бір 2-3 шетелден мамандар шақырылған болатын. Ал бүгінгі таңда толық 100% өзіміздің жергілікті Шымкенттің өнерпаздары. Қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Осы Азияға гастрольдік тур жасағымыз келіп отыр. Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан қалаларына. Аталмыш циркте 10-нан астам жануар түрі бар. Көрермендердің жас ерекшеліктеріне шектеу қойылмаған. Сондықтан да еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін келіп тамашалайды. Әртістердің кәсібилігінің арқасында қазірге дейін бірде-бір оқыс оқиға орын алмапты. Айтпақшы, Қазақстан бойынша жыртқыш аңдарды үйрететін жалғыз нәзік жанды әйел осы жерде жұмыс істейді. Өзім өсіргем, аты Лео, Симба. Осы екеуін кішкентайынан өзім өсіргем, 3 айлығынан қолға алғам. Кейін өсе келе 8 айлық болған кезде біздің басшымыз тағы да қорқып, мен үшін жаңа 3 баланың анасы болғандықтан мен сіз үшін қорқып жатырмын, ер кісіге берейік деп. Ер кісіге берді, ол кісі 6 ай жұмыс жасады, арада 1 жыл уақыт өтіп кетті. Сол мені қабылдап, анасы ретінде қабылдап деп ойлаймын. Өйткені мен кішкентай кезінде бұларды мәпелеп өсіргем, қолында көтеріп жүріп өсіргем. Бастысы бағынат, мені басшысы ретінде қабылдайды, бастысы сол. Мына жігіттерге қарап, қазақ цирк өнері көшпелі өмір салтынан бастау алған деп айтуға толық негіз бар. Аса қауіпті қимылдары мен қызықты әрекеттер арқылы көпшіліктің көңілін тауып жұртты күлдіру асқан еңбек пен батылдықты қажет етер анық. Бұның барлығы да көрермен үшін жасалып жатқан батыл қадамдар екені даусыз. Балдармен жұмыс істейміз көбінесе. Біз жас циркпіз ғой. Кішкентай балдарға көңіл аударамыз. Өйткені бір бала қуантса 40 періште әумин дейді ғой. Сол сияқты балдарды қуанып жүрміз. Бұл жерде циркте күлдіруің керексің, күлкіде болуың керексің. Балдармен жұмыста өте қиын, бірақ өзіме ұнайды клоун деген. Ал өмірде адамыз. Белгілі қазақ балуандары Қажымұқан Мұңайтпасұлы, балуан Шолақ сынды тұлғаларда циркте өнер көрсетіп, халықтың ықыласына бөленген деседі. Шымкент цирк ұжымы да елге еңбегі сіңген танымал өнерпаздар шоғырын дайындап шығаруды мақсат етеді. Сол арқылы өзімізге ғана тән ұлттық бояу қанық қойылымдарды әлемге көрсетті. Ғабит Мүсіреповтің тілімен айтсақ, шала білім, шалағай мәдениет бір құлатпай қоймайды. Өзгелер өремізді, өнерімізбен, білімімізбен, мәдениетімізбен танысын. Бұл Шырайлы шаһар бағдарламасы. Амандықта жолғайық.